Президент Қасым-Жомарт Тоқаев парламент мәжілісінің жалпы отырысындағы баяндамасында елдегі ахуал мен өзекті мәселелерге кеңінен тоқталды. Қазақ елінің жаңа заман мен кезеңге аяқ басатынын айтқан президент мемлекеттің алдағы жылдардағы даму жоспарын айқындап көрсетті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәлімдемесін тыңдаған бірқатар мамандар өз пікірлерін білдірді. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халыққа жасаған үндеуін қолдаймын. Себебі бұл жердегі ең басты мәселе халықтың амандығы, елдің тыныштығы мен бейбітшілігі. Және сонымен бірге халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру, сапалы білім беру қатты көңіл бөлінді. Өсіп келе жатқан жас ұрпақтың алдарына қойған мақсаттарына қолдары жетіп, болашақтарының жарқын болғанын тілеймін. Және де осы өсіріп отырған, тәрбие білім беріп отырған ұрпақтарымыз саналы, білімді, білікті, адамгершілік қасиеті мол, еліміздің туын жоғары көтеретін азамат болып жетілуіне біз атсалысуымыз керек. Ол біздің басты міндетіміз. Мәлімдемеде еліміздегі көптеген салаларға қатысты мәселелер сөз болып, нақты тапсырмалар да берілді. Заң саласында бірнеше жылдар бойы қызмет атқарған Бердібек Есенжанов президенттің құқық қорғау саласына байланысты көтерілген мәселелердің барлығы орынды деп біледі. Себебі Алматы қаласындағы лаңкестік шабуыл кезінде біздің әскери күшіміздің көптеген нәрсеге дайын еместігі көрінді дейді құқық қорғаушы Бердібек Есенжанов. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қазіргі кезде қоғамымызда орын алған террористік шабуыл жағдайына байланысты еліміздің тұтастығы мен қауіпсіздігін конституциялық заңдылықта қамтамасыз ету мақсатында күштік құрылымдарды қайта құрылымдау туралы ұсынысы дер кезінде алынған шара деп есептейміз. Себебі осы қаңтар айының басында елімізде болған жағдай жаппай тәртіпсіздік пен лаңкестік шабуыл біздің күштік құрылымдарымыздың қаншалықты оларға төтеп беретіндігін көрсетіп берді. Сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ішкі істер органдарының, ұлттық ұланның материалдық техникалық базасын нығайту, оларды қайта жарақтандыру, арнаулы құрылымдарын арнаулы даярлықтан өткізу құптарлық жайт деп есептейміз. Тағы бір айта кетерлік жайт, Қасым-Жомарт Тоқаев берілген нақты тапсырмалар бойынша жүйелі жұмыстар атқаруды жауаптыларға міндеттеді. Жаңа құраммен жасақталған үкіметке де белгіленген уақыт ішінде нақты ұсыныстар мен негізгі бағыт-бағдар айқындалу керек екендігі де айтты. Еркін Қарасайлы, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.